Ассалаумағалейкум. Маңғыстауда мұнайлы ауданынамын. Былай ғой, бізде мұнайлы ауданында халыққа қауіпті аймақтар көп. Себебі мына ауылдың бас жоспарларын ауыстырып жіберген, кім ауыстырғанын өздері де білмейді. Соны нақты саусағымен көрсете алмайды. Міне мынандай шешім, мынандай қол қойды деп. Сол қол қойған адамдарды іздестіріп көрдік, олар біз емес дейді. Қатысымыз жоқ дейді. Енді оны тексеріп отырған құқық қорғаушылар жоқ. Біздің құқық қорғаушылар, мысалы сыбайлас жемқорлық болсын, қай-қайсысы көріп тұрған дәлелмен көрсетіп тұрған затқа көз жұмып тұр ғой. Тағы осы видеоның қасына тағы дәлел жіберемін, көресіз. Ата заңның 31-ші бабын орындамай тұр. Және де 18-дің 3-ін орындамай тұр. Халыққа ештеңе түсіндірместен өздеріне өздері жүр. Мана қоғамдық кеңес дейді, бизнесмендер жинап алды. Сосын бір-біріне сілтеме жасайды. Біз емес қой жинаған жұмысшы тобы дейді, тағы сөйтіп айтып береді, бірақ бизнесмендер ол жерде нағып отыр, неге халықты қорғамай отыр, ол түсініксіз. Осыған жауап іздейміз енді. Комиссия шақыртамыз жоғарыдан, антикордан келсін комиссия, көрсетейін саусағымен. 10 шақты жерді көрсете аламын саусағымен, міне деп та көрсете аламын. Заңға қайшы, 100% заңды бұзып тұрған жерді көрсете аламын. Неге іс қозғалмайтыны енді ол құпия, енді түсінбедім. Сол антикордан комиссия шақырту керек. Сонымен жұмыстанамыз енді білмедім, бірақ мына неге спискіде ұстап тұр. Біздің ауылдың белсенділері талай барып көрген, былтырда барып көрген, кіргізбейді да неге? Қоғамдық кеңеске мүше болу, болмаса манағы маслихатқа өту деген ондай мүмкін емес, ол өздеріне жасақтап алады. 100% гарантия беремін, жасақтап алатынына. Себебі менде кандидат болып қатысып та көрдім барлығын. Сол өттім сол жерлерден. Көзіммен көрдім. Хаттамада жаздық, бердік. Жоқ, жауап жоқ. Өздері. Қайда барсаң онда бар дегендей қылық. Сондықтан жоғарыдан комиссия шақыртамыз. Астанадан келсін де көрейік. Көрейік не болатын. Енді жастарға өнеге ғой. Жастар көрсін. Қалай істеледі, қалай істелмейді. Көрсін, шындығын көрген жақсы. Ашықтық, жариялық деген қағидаттар бар қоғамдық кеңестің заңында. Соны орындайық.